Табық келерве бергі Назира Александр Клименконың апис етілген мүлкен барлықның қайтару бойынша милли агентлікке берілді. Бұны баш арби прокурор Анатолий Матиас білдірді. Қайдеткені кебі 154 ташынмас мал объектлері. 22 элит машинаве 34 миллион доллар тұрған бин демір ел ярым вагоны қында сөз кеті. Бұның елі прокуратура Клименкоға айт олған банклардан бірінде 5 миллион долларны тевқиф етті. Хатарлатам, Янукович вақтында келерве бергі Назира олған Клименконы девлет бойынша тышында шіркетлерден ақча алуы бойынша схемаларны мейданға кетірілгенді қабатлайлар. Тақиқатның фикріне көре бұның нәтижесінде девлетке 3 миллиард доллардан зияды зиян кетірілді. За период расследования Bundan da hayırı Lichtenstein Krallığı hükümetinin halkara okuy avalisi boyunca şeklengen Клименконың ve yakınlarının kararının 20 milyon dolar miqdarında hesapları buzlatılgan.